Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз осындай жеңіл әрі ерекше болып түрі әдемі көрінетін тамақ жасайтын боламыз. Күнделікті 4-5 тамақтан жалықсаңыздар, осылай жасасаңыздар болады. Бізге керек окорочка. Біз окорочканы алдын ала 15-20 минут, жарты сағат көлемінде мариновка жасап қойсаңыздар болады. Сол момент жасасаңыздар болады негізі. Просто кезде жасасаңыздар дәмі, тұзы бәрі сіңіп тұрады. Бізге тұз, паприка және окорочканың любой үйдегі специяттері, приправалар болады. Мен астына жазып кетемін. Өздеріңіз қалауларыңызға дәміне қарай қоса берсеңіздер болады. Мен мына жерде 4 окорочкаға мен барлығын 1 шай қасықтан қостым. Осылайынан қосып, приправаларды араластырып, мен жарты сағат қалдырдым. Кез келген тамақты әдемі дәмді шығуы сізге байланысты, сіздің көңіл-күйіңізге байланысты. Сол үшін кез келген ютубтағы киноларыңызды, музыкаларыңызды қойып жасаған тамақтарыңыз өте дәмді, күшті шығады. Сіз қандай настроениемен тамақ жасасаңыз, тамақтарыңызда да солай болады. Осылай окорочкам жарты сағат тұрғаннан кейін мен қызып тұрған майға қуырып алдым. Окорочканың құр өзін қуырып, біраз араластырып болғаннан кейін үстіне 2 кружка су құйдым. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Томат салып араластырасыздар. Тамақтың қызарып әдемі болып шығуы үшін. Осылайынан әдемілеп әбден араластырып, кем дегенде 10 минут қуырасыздар. Мен одан кейін 2 кружка су құйдым. Және тамақты суға қатты батпау керек. Суы да көп болып кетсе де онша болмай қалады. Осылайынан мен жарты сағатқа қалдырдым. Окорочка тез піседі. Мен окорочканың қасына пюрені де картошканы де қайнатып әдемілеп аласыздар. Картошка сап-сары әдемі болып шығу үшін сары май қоссаңыздар болады. Және гарнирге күріш, менде күріштің қалай бұқтырылу рецепт каналымда бар. Және қияр мен қызанақ қасына әдемілік сәндік үшін кетчуп пен майонез қосып жесеңіздер де вообще супер болады.